Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін осындай үй жағдайында өте қарапайым заттардан жасалатын әсемді, әдемі капкейктердің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ заттардың барлығын бір-бірімен қосып араластырып аламыз. Ұн, какао, разрыхитель, шым-шым тұз барлығын қосып, жақсылап араластырып, бөлек қойып қоямыз. Ал енді сұйық заттарымызды араластырамыз. Бөлме температурасында еріп тұрған маргарин немесе сары май. Шекерімізді қосып, жақсылап миксерлейміз. Келесі бізде жұмыртқа, 3 дана жұмыртқамызды майымыздың үстінен қосамыз. Ал енді миксермен жақсылап 3-4 минуттай араластырамыз. Жұмыртқа мен сары май бірігуі керек. Енді құрғақ затымыздың үстінен сұйық затымызды құйып, миксермен ақырындап араластырамыз. Біздің смесіміз араласқаннан кейін сүтімізді қосамыз. Сүт жылы немесе салқын болу шарт емес. Міне бізде қамыр осындай сұйықтау болады. Енді пісіруге кірсек, менде осындай силиконовый форма. Сіздер қаласаңыздар бумажный форма бар. Кекстің әртүрлі формалары бар. Оларды кондитерлік магазиннен ала аласыздар. Мен осындай үйде бар затпен жасап көрдім. Кейін қасықпен бетін осылай тегістеп жібереміз. Сол кезде бір келкі болып әдемі болып пісіп шығады. Видеосында кекстің темірден жасалған формасы бар. Оны мен тек қолданып көрдім. Алдымен ішінің барлығын сұйық маймен майлап шығамыз. Темір ыдысқа салынған кекстеріміздің де бетін қасықпен тегістеп жібереміз. Сол кезде әдемі болып пісіп шығады. Қызып тұрған пешке 180 градуста 35 минутта пісіріп аламыз. Ал енді кремімізді дайындайық. 20% қаймақ, сливки құйып, 33% және ол салқын болуы тиіс. Және сахарный пудра құямыз. Барлығын жақсылап миксерлеп аламыз. 1 шай қасықтай загуститель қосамыз. Оны кез келген дүкеннен таба аласыздар. Кейін миксерімізді тоқтатпай араластырамыз. Миксеріміздің ізі қала бастағанда біздің креміміз дайын болады. Ал енді капкейктің сыртына әсемді қағаз жасаймыз. Ол үшін капкейктің размерімен бірдей бокал алып аламыз. Мен осы ыдыспен жасадым және сол ыдысқа лайықты бокалдың сыртына жасайтын болам. Ол үшін бізге қағаздың ұзындығымен ені бірдей болу керек. Видеода көрсетіліп тұрғандай бүктеп шығасыздар және сол бокалдың сыртына қойып қағазымызды шеттерінің барлығын бүктеп шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын бір жаққа қарай бүктеп шығамыз. Оңға немесе солға. Кейін бокалымыздың домалақ шеңберін үстінен басып шығамыз. Қағазға домалақ форманы енгізу керек. Міне менің формам дайын болды. Сіздер басқа да түрлі түсті қағазбен жасап көрсеңіздер болады. Капкейктеріміз суығаннан кейін кремімізді жағамыз. Кондитерский мешок болмаса, дәл мен сияқты жасасаңыздар болады. Пищевой пленканы төсеп, ортасына кремімізді жағып, рулет сияқты орап шығамыз. Және басына насадка қалатындай орын қалдырамыз. Кейін осылай ұшын шығарып, кішкене крем шығарып, 3 бұрышты қылып жасап аламыз. Кейін насадкаға кигізіп, сыртынан тағы пищевой пленкамен бір орап шығамыз. Міне біздің кондитерский мешогымыз дайын болды. Енді суыған капкейктердің үстіне кремімізді жағып шығамыз. Және жаңағы темір ыдысқа орнатылған кекстерді осылай ағаш таяқшамен бір түртіп жіберсеңіздер шығады. Мен басында жабысып қалды ма деп қорықсам, ондай емес екен. Кейін аз мөлшерде осындай крем қалды, оларды да үстіне бір-бір тамызып шықтым. Ал енді капкейктерімізді сәндеуге кірсек, менде осындай түрлі түсті сухофрукты болды, соларды қойып шықтым.
Сіздер өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Әр түрлі шоколад, клубника, фрукты, неше түрлі сәндеу әдістері бар. Ғаламтордан көрсеңіздер болады. Міне менің үй жағдайында қарапайым заттардан жасалатын капкейктерім дайын болды. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.